Ё-моё, мына арақ басынан теуіп тастады ғой кәдімгідей. Көп ішіп қойдым мен ар жақтағы балалармен. Так, мына соңғысын ішіп тастайын. Мына сиыр да бәле болды ғой. Туылмай қойды вообще, сүт бермейді не туылмайды, ё-моё. Қайсы бұған мына бутылканың бетіне лақтырып көрейінші, не болады екен. Так, мына сиырға не болды екен? Ух, бля. Мына сиырға не болды? Ига. Ё-моё. Ё-моё. Айбый. Паленый. Айбый, мына паленый арақты бекер іштім мен. Ё-моё. Айбый. Ё-моё, мына сиыр қуалап келе жатыр ғой мені. Айбый. Ё-моё, басым-ай. Бәлен, кеше көп арақ ішіп қойдым. Бәріне сәлем достар, айтпақшы, сіздерменен бірге мен Сако. Бүгін біздерде Майнкрафт әрине. Так, кеше мен слишком көп арақ ішіп қойдым. И бір түс көрдім, короче, ана. Бір сиырым бар еді мен, жалғыз ғана сиыр. Не сүт бермейді, короче, сүт бермейді вообще, не бір бала тумайды, өзі бір общем маңырақ баған сиыр ғой достар, анау ше. И сол сиырға кеше арақ лақтырдым да, мен түсімде да ол, бірақ арақ лақтырғам. И ол сиыр, короче, адамға айналып кете ма, адам мен сиыр араласқанға айналып кете ма. Короче, сондай. И мен сол непонятка болдым. И мен сол сиыр қуалайды ғой кеше түнде. Артымдан қуалайды, и мен қашып әрен дегенде үйіме аман есен жеттім. Так, и давайте енді қазір мал қораға барып біздер тексеріп көрейік ал достар. Давайте, ал сендер осы мал қорада кім бар екенін білмей тұрып, давайте достар осы видеоға лайктарыңды басып, каналға тіркеліп, колокольчик, комментарий, в общем, давайте қолдап кетуді ұмытпаңдар. Ал давайте енді қазіргі моментте біздер мал қораға баратын боламыз. Так, түсінбедім. Қожайын вернуться. Қайтып келген қожайын, су берші маған, су. Сен натури, сен қара мен шығалам мына жерден. Қамалып тұрмай, мен 4 аяқпен жүрем, 2 аяқпен жүрем ғой мен қазір. Мәссағыны баздыр жоқ. Күте тұрс, мен саған кеше не беріп едім я? Үстіне мен сен бір желе лақтырдым, бір арақ лақтырдым, и сен қалай адамға айналып кеттің? Адам емес енді, адам емессің, бірақ енді сиырсың ғой, короче. И соған қалай айналып кеттің сені? Білмеймін, қожайын. Күшті, өзіме 2 аяқпен жүрем, қара, сен сияқты секіре аламын мен. Базыр жоқ. Бүйтіп билей аласың ба сен? Қазір көрсетемін мен саған. Так. Қазір көрсетемін. Примерно бүйтіп, мысалы, бүйтіп билей аласың ба? Бүйтіп, мысалы, вот, былай Конор сияқты билей аласың ба? Дікс деп. Бүйтіп аламын. Ё-моё. Сен қазақша қалай үйреніп алдың не бір түнде? Қожайын, сен мен қасыма келген кезде шешес деп маған боқтайсың ғой. Сен сөйлеген кезде мен сен үйреніп алдым. Базар жоқ. Сен кәдімгі сиыр болып жүрдің ғой, қарсы сен кәдімгі сиыр болып жүрдің ғой, сол кезде не қандай болды ощущение? 4 аяқта му деп жүре берген. Му дегеннен басқа дым демейсің ғой? Жоқ, мен саған сөйлеймін ғой. Қалай? Қожайын, су бер деймін мен саған, сен маған судың орнына шөп бере бересің, қайта айты. Су берші маған. Су дейсің ба? Менде шелек жоқ кәдімгі. Наяқтан кеп ішіп алсай? Наяқтан кеп ішіп ал, наяқта таза. Таза емес на су. Таза, таза қара. Қарасай, мен адамын, маған адамша су бер. Адамдар қалай ішеді? Сен өзің түрінді көрдің ба сен? Жоқ, мен әдем секілді, красавчик секілді мен бар. Жоқ, сенде 2 ақ тіс бар. Сен бір көзін үстіде, бір көзін астыда. Сен бір сиырға айналып атқанда бір кішкене ошибка болып қалды ба системада, или бір жылқы кеп бетіне тепті ма, сондай бір бәле болып кетті ғой сенде. Қожайын, сонда сен немене
Мені урод дептсің ба? Жоқ. Сен урод емессің. Мен ренжимін ғой, менде Алла жаратты ғой, менде ренжи алам. Бопты. Жоқ, қарасай, қара. Жаным. Жаным, қарасай саған айтайын да. Қарасай саған айтайын да, сиыр. Айтшы. Сен просто не ғой? Сен урод ондай деп отқан жоқпын мен. Сен анындайсың ғой, просто табиғаттың қателігі дейді. Ошибка природы. Сен өтірік маған қалжыңдап тұрған секілдісің ғой, жайын. Жүрші, мен жүрейінші осы жерде, кеше түнде айналып шыққам да үйдің маңайын. Жарайды, кеттік, ал жүре бер. Кеттік, мен саған онда көрсетіп шығайын үйдің айналасын бір кішкене. Базар жүр бе? О, су. Мә саған. Шесін ба, давай кеп бүйтіп чек ал екен. Қалай екен? Нормально. Бір-екі рет сүйіп жіберген бол. Жарайды, бірақ саған болады ғой, рандой. Давай, короче, сен адам қатарына қосылып келе жатыр екенсің, жай-жаймен. Атынды қояйық сен. Білмеймін, өзің біл, қожайын. Саған ұқсайтын бір бұзаубас деген бар еді, бірақ ол гопник па, сондай еді кішкене. Наңғыра. Мен жақсы көрген тамағым, сен бір-ақ рет әкеп бересің, бәрін жеймен. Давай, жей бер, ной, тойғанша жей берсей. Кеше, сен осы далада тұша беретін едің ғой, осылай көрінген жақта ше, тезегіңді лақтырып, наяққа кейін андай ойынтазға түсіп көрші. Айтасың сосын қалай екен. Қалай отыратын аған? Үстіне тұрып тұрам ба? Жо. Мышканы оң жағын басасын, короче. Осылай. Әдемі, отыри, базар жоғы. Метеорит. Мынау, короче, душ дейді бұл. Тышпаған соң бүйтесің. Мынан басасың да, и өзің денені жуасың ғой, короче, бүйтіп ше. Күшті, ыстық су жағады ке. Әдемі ма? Мынау не? Қайсы, бұл ма? Бұл тоже жуынасың да, бірақ қолынды ғана жуасың да бұл жерде. Қолынды, бетінді, короче. Андай бүйтіп, полный суды толтырып қойып, несеге болмай ма? Жатық болмай ма? Саған болады, родной. Саған болады. Кеттік. Болды, қожайын. Общем, енді бізде сол енді кеттік, ал далаға шығып бір таза ауада дем алып сөйтейік ал. Әдемі жөкеншік қойайын ба? Давай, жесі гілт деп. Кеттік ал, анау супермаркет қой деймін, кеттік ал, соған барайық. Не на? Нау бізде С деп тұр ал. Мен да білмеймін, саған да маған да сұрақ боп тұр да, ішіне кіріп көрейік ал. Съемка екен, оказывается. Съемка? Кет түсіреміз ба? Мыналар не? Наяққа тұр онда, кет түсірейік ал. Мына жаққа тұрсай, бүйтіп тұрсай. Күте тұр, маған бір ең болмай ма? Қорқып тұрмын. Кімнен? Білмеймін, біреулер мені сой кете ма деп тұрмын. Жоқ, соймайды сені. Саған пысақ жалқа ғой. Сәлем. Кел ал, видео түсірейік ал, кел ал. Бәріне сәлем, құрметті көрермендер, сіздерменен бірге мен Саку, және де менің қасымда осындай сиыр мен адам араласқан гомункул. Сәлем, дима тупой. Кеттіге. Жүре, жарай деп ойнап айтам, сен красавчиксің. Ошым бауырым, наяқта бассейн бар енді, бүйтіп кеттік ал, бүйтіп секіріп көресің ба, бүйтесің ғой, короче, шығып аласың, бүйтіп секіресің, қайтадан секіресің да, оп, ай, біраз болды секірмейлі, ұмыт қаппын, бүйтесің, али, оп, міне, суға кіріп кетесің, короче. Қазір көрейін менде, опа. Давай, бұзаубас, саған сенем мен. Ай, молодесі, азаматы, мынау жүз білмейді ғой, мынау сиыр тупой, давай. Давай, мына сиыр шығарайық ал, бишара.
үй жаныбай не болды ей сонша адамдарды үйсі қиналады деп болды жылама әкейін аузын ойнамай тәбей бауырым ей қаяққа жындыға насир достар кеттім мен үйіме кеттім мен мына сиыр маған ренжіп қалды короче достар енді мен мына сиыр мен не істерімді білмей тұрмын кішкене адам қылып үйретіп достасайын ба либо сойып жей саламыз ба комментарийға жазып кетіңдер өздерінің ойларыңды и мына сиырдың атын кім деп қоямыз достар соны комментарийға жазып кетіңдер не болды ей біз ауыз кетшір жынды кетсі ғой сен хуй мен сен қинаған жоқпын ғой секір деп өзің ғой секірген ештеңе болған жоқ жарайды кішкене ауырады қояды ол айтпайсың ба дұрыстап секір деп мен білмеймін ғой қайдан білейін кеше ғана екі аяқпен жүріп үйреніп бастап едім сөйтіп үйренесің енді жарайды не болды саған е-мое ал жарайды енді бұзаубас саған ұнамаған сияқты ғой екі аяқпен жүріп адамның өмірі кішкене қазір білесің жоқ айналдырмашы маған ұнайды осылай қазір білесің адамдар қатыгез ақша үшін тамақ үшін не істемейді қазір адамдар жоқ айналдырмашы қожайын сол үшін ұнайды маған осылай мен бір шешімге келдім енді сиыр болып жүре берсей короче бауырым танысқаныма қуаныштымын сенімен бұзаубас ал қош бол жоқ қожайын е-мое сиыр баяғы қарапайым төрт аяқпен жүретін сиыр жақсы ғой ішім пысып жатса қайтып айналдыра салам да болды ал в общем мынау бөлдіріп қоймады ал в общем достар енді осымен бізде видео аяқталды егер сендерге осы видео ұнаған болса осы видеоға лайктарыңды басып кетіңдер қатты бөдірейді екен базар жылы ал достар в общем видео бітті келесі видеода көріскенше давайте